педагогикалық идеяма не алып келдім. Яғни, мына жерде көріп тұрғандарыңызда бірінші көздеріңізге не түсті деп ойлайсыздар? Монополия. Дұрыс айтасыз. Монополия, Осы монополия ойын мен әдебиет сабағына қазақша айтқанда жасадым. Бұл әдеби танымдық ой. Мен әдебиет сабағына алып келдім. Дұрыс, Бұның шығу тегі монополия. Соны қазақша түрінде алып келдім. Енді мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, бұл мен өзім 6-шы, 9-шы, 11-шы сыныптарға сабақ берем. Соның мына 9-шы сыныптың былай айтқанда әдеби кітабы десем болады. Мына мен сіздерге алғыларыңызға бердім, ол 6-шы сыныптың әдеби кітабы. Енді мына жерде мен сіздерге айтып өтейін. Бұл жерде кітаптың бізде бір кітапта 4 бөлім. 4.90-ға 4 бөлім. Бірінші бөлім, екінші бөлім, үшінші, төртінші бөлім. Енді сол бойынша осы былай айтқанда әдеби танымдық ойыны балалардың әр бөлім бойынша сұрақ-жауаптар. Яғни бізде мысалы әдеби шығармалар, көбінесе бізде әдебиет пәнінде әдеби шығармалар. Ол 4 сабаққа беруі мүмкін, ол 5 сабаққа беруі мүмкін. Сол себептен біз арасында жаңағы 3-ші, 4-ші сабақтарда біз оқушылармен осыны топтық, жұптық ойын ойнаймыз. Оған бізге не керек? Бізге осындай текшелер керек. Біз топпен, мысалы бір топта 5 оқушы делік, бірінші оқушы бастайды. Мен сіздерге алғыларыңызға нұсқаулық бердім. Ішінде оқушыларға берілген нұсқаулық бұл әр топқа беріледі. Енді осы текшені түсірген кезде, мысалы мына жерде менде 9 деген сан түсті. 9 деген мына старттан бастаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ал енді осы жерден 9 деген санды алады, сұрақ алады. Бұл жерде енді ең басты сұрақ алмас бұрын мына жерде көрініп тұрғандай түстер, Бұл ең баста оқушылардың, былай айтқанда бұл ойынның мақсаты оқушылардың қызығушылығын арттыру пәнге деген ең бірінші. Былай айтқанда бәсекеге қабілетті жасау оқушылардың бір-біріне деген. Осы жерде, мына жерде бізде жасыл түсте, мына жерде көрінгенде А деңгейі сұрақтар оқушыларда 5 балл беріледі. Мына сары жолақтар мен көк жолақтағы шеңберлер бұл сұрақтар 10 баллдық сұрақтар, және де мына қызыл түс бұл С деңгейіндегі 15 баллдық сұрақтар. Ойын барысында оқушылардың әрқайсысында 10 балдан болады. Енді мына жерде мысалы оқушы 4-ке түсіп қалды делге. Оқушы 4-ке түскен жағдайда ол бізде бонус. Бұл автоматты түрде оқушыға 5 балл жүйесі беріледі. Ол келесі текшеге өтеді, яғни 5-ші шеңберге өтеді, шеңберге. Ал енді бұл жерде мына жерде сандық көрініп тұр. Бір оқушы келеді да өзіне жаңа текшені лақтырғанда 7 түссе, 7 бұл жерде мына жерде көрініп тұрғандарыңыздай сандық жүйемен көрсетеді. Оқушының бағына орай бұл немесе плюс 5 балл, немесе оқушыдан минус 5 балл азаяды. Енді ары қарай бұл жерде жұлдызша, бұл жұлдызшаға егер түскен жағдайда, мысалы 10-шы сұраққа келді оқушы, ол автоматты түрде 2 шаршы алдыға жылжиды. Енді оқушы былай айтқанда сұрақты алады, бір топқа берілген, мысалы бірінші сұраққа жауап бере алмаған жағдайда оқушы сол топтағы екінші оқушыға өтеді. Ол екінші оқушы жауап бере алмаса, топта 5 оқушы ма, 5 оқушыға да өтеді. Егер бұл сұраққа мүлдем жауап бере алмаса, ол мысалы бірінші 90-ның сұрағына жауап бере алмады ма, бөлімі бойынша, онда сол 90-ның бұл бөлімнің олқылығы болып табылады. Мен қайталау сабақтарында қосымша жұмыстар жүргіземін. Сол бірден-бір айтқанда бонус, ол олқылықты анықтауға да бірден-бір таптырмас ойын. Және де енді оқушылар жаңа өттім, мына жерде барлығы әр топтан жарысып жатыр ұпайлармен. Мысалы, енді мына финишқа келген оқушы бұл жерде жеңімпаз болады. Топтың ішінде жеңімпаз болады. Және де мысалы қиындық туғызған оқу мақсаттарына жетуге де болады. Мысалы бізде әдеби шығармаларда сюжетті композициялық талдау деген бар. Бір оқушы, мысалы жаңа айтамыз ғой, мотивациясы жоғары, мотивациясы төмен оқушы. Мотивациясы жоғары оқушыға шығарма оқу ол былай айтқанда қиындық тудырмайды. Ал мотивациясы төмен балаға оқуға былай айтқанда кітаптан берілген хрестоматиядан толық оқу шығарманы. Ал бізде кітапта үзінді беріледі, соны оқуға қиындық тудырады. Енді осы ойын арқылы балаларда былай айтқанда қызығушылық пайда болады. Мысалы, бір оқушы білмей қалса, екінші оқушы мысалы біліп, келесі ойында жаңа білмей қалған оқушы да алдыға қарай ұмтылады. Жалпы осы мен сіздерге бұл жерде енді қорытынды айтқанда, бұл ойынның арқасында оқушылардың былай айтқанда пәнге деген қызығушылығы артады меніңше.
мен өзім енді тәжірибемде де жүргізіп жатырмын. Мына жерде берілгенде 6 сынып, 9 сынып, 11 сынып аралығында 3 сыныптан өтеміз. Яғни біз күнде өтеміз деп айтпаймын бұны. Бұл енді 45 минут беріледі ғой бізге. Мен бұны 10 минутқа берем оқушыларға, 25 минутқа берем қайталау сабақтарында. Осы арқылы оқушылар былай айтқанда ары қарай пәнге деген жаңағы білімін ары қарай шыңдайды. Мысалы жаңа айтып отырмыз ғой, мысалы 4 бар. Бізде қазір 390 бойынша ойнаймыз, 490 болғанда 490 бойынша ойнаймыз. Сұрақ. Осы ойын